sabah bizga qonaqlar kelib o'tirdi. O'qiy qo'y. Amina, halol. Keldi. Keldi degan ol qaysi so'zga javob bergan? Kim? Yaxshi, aralab. Qanday so'z? Besiu. Qancha? Yaxshi. Qanday? Men senga bala. Buna bilim sandig'ini opaylarimiz salib o'tirasizlar. Buna bilim sandig'ini senga hozir men senga har o'qishga topshirganlarga jo'lishni yana bo'lib berib o'tiraman. So'sin senga ne yerdim? Suratga ne baradingiz? Ne yerda? O'z atolarga beramiz. Senga kim? Qanday ko'rmayapsizlar? Nima kelamizka? Mug'ayib bo'lsay. Narida to'qash kim so'raydi? Nuray barag'im. Senga kim degan so'zga aql. Akilov. Kim yaptı? Anası, tamamı, жақсы сұрақ тұрасында. Ал енді балар, кімдер кетті? Қонақтар. Ол жерде кім туралы айтқандыр? Сәби туралы. Қонақтар қайда келді? Үйге. Жақсы. Олай болса, балар, зат есімді табайықшы. Зат есімді. Үй, қонақтар. Жақсы. Енді жаңа ақпарат баласы заттың демек заттың атын білдіретін сөздерді біз не дейді екенбіз? Зат есім деген. Зат есімнің сұрақтары кімдер, неде? Түсіндік па балар? Ал олай болса, бір-біріміз өз-өзімізді бағалап қол шашуға түсіріп бағалап қойып. Жақсы. Әрі қарай келесі жаттығуға назар аударамыз. Не деген? 7-ші жаттығуда. Жақсы, тақтамен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі желтоқсан ақпанның 15-і сынып жұмысы зат есімді тақырып жазамыз да 7-ші жаттығу деп көшіріп жазамыз. Дәптерге көшіріп жазамыз. Ал орындаймыз. Дәптерге дақтысының әділі бала боламыз. Ал қатесіз боямай тап-таза жазып боламыз. Түзеп отырамыз. Иә, жазамыз. Иә.